Кеш жарық қыздар, қалайсыздар? Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Так, қыздар, әдеттегідей сұрақ-жауап эфирі, сұрақтарыңыз болса дайындап қоя беріңіздер. Қайырлы кеш, Галина. Қайырлы кеш, Ардақ ханым. Ютубтан сізді күнде тыңдаймын. Рахмет, қыздар. Ютубта осы алдағы 1-2 күнде бұйырса күшті подкасттар шығады. Вы моя муза. Ой, рахмет, қыздар. Сұрағым бар еді, енді намаз бастап едім, уақыттарын шатастырып алдым. Бүгін ұқтаның орнына шамды оқып шатастырып жүрмін дейді. Валикум ассалам, Айнурочка. Главное ниетіңіз ғой, онда тұрған ештеңе жоқ. Пожалуйста, ондай невротик болмаңыздар. Главное ниеттеріңіз, бастадыңыз. Алла тағала қателесушілер жақсы көрем дейді. То есть, чем ойбай мен қателесіп кете, мен шатастырып алам деп оқымай қойғанша, шатастырып болсын оқып бастап, сөйтіп түзелесіз, онда тұрған ештеңе жоқ. Сұрақ жоқ, абажай. Рахмет, қыздар. Жер кісілікінен қорқып қалды, қалай арыламыз қорқыныштан дейді. Негізі қыздар қашан сілкінет деп, алдында сілкінет деп жүргенде айту бір сілкінді, енді өтті ғой. Енді жер сілкінісінен қорқып қалу, если честно, ол көбінесе бала позициясындағы адамдар өте қорқақ келеді. Ребенок, он боится, трусливый, потому что ребенок, қалай айтсам екен, ол өзін басқара алмайды, эмоциясын басқара алмайды. Мысалы, сілкінді, сілкініп атқан кезде менде бір сондай қатты паника болған жоқ. Қазір мынау бітеді, страшный ондай ештеме болмайды деген бір қалайда бір жүрегімде тыныштық болды да. И мен жаттым да, кәлимамды айтып ұйықтап қалдым ше. Ал үйдегілер жаңағыдай шығайық деп киініп алып, абыр-сабыр бір оянсам, жаңағы қаладағы туыстарымыз кеп алған, бізде жер болған 2 этажды. Соған кеп алған. В общем, білмеймін, бір жүректе бір тыныштық болды ше. Яғни, бұл какая-то вот эта тревожная ваша часть, это может быть от родителей передалось. Когда слишком суетливый, слишком паникер ата-ана болған кезде, кішкентай кезде, баланы сондай паникамен қорқытып, бір мындай қалай айтсам екен, сабырлыққа шақырмай, бір қорыққан кездеріңізде сізді ешкім успокоить етпеген болса, из взрослых, кейін сіз сондай болып кетесіз, понимаете? Но вот эту внутреннюю детскую часть можно вылечить, қыздар. Понимаете? Вот жаңа ғана менің сіздердің алдарыңызда терапия болды, и сонда сол келіншек айтады, мен қатты тревожнаямын дейді, қатты сабырсызбын дейді. Маған постоянно бірнеше істе алып, жаңағыдай үлгермейтін сияқты, андай, не демала алмаймын, өзіме демалыс бермеймін дейді, сөйтіп жүргенмін дейді. И выяснилось, что ол кісінің мамасы да, папасы да неден болған екен, мұғалім болған екен мектепте. И понимаете, когда еще математика пәнінен мұғалім, это родители слишком расчетливые, слишком строгие, слишком требовательные, и бұны кішкентай кезінде отырғызбаған екен. То есть мамам келе жатқан кезде я должна была делать вид, как будто я что-то делаю. И вот этот внутренний родительский гордость, который мына балалық шақтан қалған, қазір де әлі де бұл қызға тыныштық бермейді, түсінді ме? И без терапияда мы успокоили этого ребенка. Она так облегчилась, прямо рахаттанып қалды да, все так просто, что ли, деп ше. И нам, бізге сол балалық шақтан ата-анадан қалған внутренний родительский голос надо успокаивать. Біздің ішімізде 3 личность бар, субличности. Это родитель, взрослый и ребенок. Көбінесе осы ребенок, он адаптивный ребенок, позициясында жүрген әйелдердің ішінде есть внутренний родительский голос. Мамасының бір кездегі гонять еткені, оны мазақтағаны, оған ұрысқаны, оған вечно недовольны болғаны қалып қалған кезде, ол әйел өзімен өзі боламайды. Все время хочется вот этому внутреннему родителю, этой внутренней маме что-то доказать. Соның признаниесын іздеп жүреді. И когда ол өмірде ол не істейді, именно мамасының проекциясын іздейді адамдарда. Мысалы, күйеуі мамасына ұқсаған болады, такой же тревожный, или күйеуі нормальный болса, енесі сондай болады, понимаете? Менде осы күндері сізді тыңдап жүрмін, ресурстағы әйел деп білемін. Рахмет, қыздар. Ну-ка, жазыңыздаршы, мені қандай әйел деп білесіздер? Детская позицияда қарым-қатынаста қалай шығуға болады? Қыздар, терапия арқылы. Мен қорқып өлдім. Это вот родитель позиция, бала позициясы. Ене мен қанша өзіме тартып жақынырақ болайын десем, никак не получается дейді. Сізге не үшін керек оны тартып жақынырақ болу? Вот кім сізге оны внушать дейді? Что сен енеңмен прямо жақын болуың керек, тартып прямо сондай болуың керек деп. Кто вам это внушил?
Не надо себя насиловать, если что-то не получается, қыздар. Детская позиция жолдасым сәл болса манипулировать етіп, ұрысқа келтіріп, мені кінәлап шығады, қалай жұмыс жасаймын дейді. Обычно, когда мужчина в детской позиции, значит, и у женщины есть детская часть. То есть, әйелде детская позиция да деген сөз. Понимаете, қыздар? Если ол сізге манипулятор, тиран болса, значит, сіз жертва позициясындағы әйелсіз. Өз-өзін қорғай алмайтын. Обычно қандай адаммен манипуляция жасайды? Ішінде чувство вины бар адаммен, өзін төмен санайтын адаммен, өзін құнсыздандыратын адаммен, өз-өзіне сенімсіз адаммен манипуляция жасау өте оңай. Яғни сондай адамдарды бүйтіп басқару манипуляциямен. Сен кінәлісің, сен андайсың, сен мұндайсың, из-за тебя, вот сен мұндай болғанда мұндай болатын еді деп айту өте оңай. А вот эта позиция жертвы, она опять же из детства. Вообще терапияда я в основном занимаюсь исцелением вот этого внутреннего ребенка. Яғни балалық шақтан қалған осы сценарийді өзгертемін. Когда сол бейсанаңыздағы бала успокоится етіп, өзіне сенімді болған кезде, уже сырттағы адамның да әрекеті дұрыс бола бастайды. Энергия болады ол адамда, ол адам өзіне сенімді болады, спокойный бола бастайды. Жеке қабылдаймын, бір разборды шешу үшін 90 минут уақыт кетеді, я. Онлайнда, офлайнда разбор бар. Бірақ қазір менде уже запись февральдың 10-нан ары қарай жүріп жатыр. Бәрін қалыпта ұстау үшін терапия алып келіңіздер, терапия. Бір терапия алып алыңыздар, қыздар. Вот әйел өзін жақсы көру деген, мысалы, хотя бы өміріне бір рет косметологқа бару ғой, мысалы, хотя бы өмірінде бір рет массажға бару, хотя бы өмірінде бір рет маникюрға бару, сол секілді хотя бы бір рет болсын бір психологқа барып, неге өздеріңіздің ішкі күйлеріңізді реттемейсіздер, қыздар. Хотя бы бір рет стоматологқа барады адам, өзін сыйлайтын адам. Хотя бы бір рет там невропатологқа барады деген сияқты. Хотя бы бір рет там в общем, барады ғой, әйтеуір бір өзінің денсаулығы үшін, сұлулығы үшін барады ғой. А вот жан саулығы үшін сіздер не істейсіздер, понимаете? Қыздар, ал жанның саулығы ол бәрінен де жоғары. Жаны сау адамның түрі де әдемі, тартымды, қандай сондай керемет красавица болмаса да, жаны сау адамның, жаны сұлу адамның энергетикасының өзі адамды тартып тұрады. Просто сен сол адамның қасында постоянно болғың келеді, тебе приятно с этим человеком просто сидеть, просто общаться, понимаете? Ол адам өзі тартып тұратын болады да, жаны тыныш адам. А когда әйелдің жаны тыныш емес, это сразу видно. Оның көзінде мұң бар, или көзі бір анандай қорқыныш тұрады, үрей тұрады, тревога тұрады, бір өзіне сенімсіздік тұрады, немесе көзінде оты болмайды. Она вот такая незаметная. Сөйлеген кезде сөзі де сенімсіз, өзі де сенімсіз, сөзінің қуаты жоқ деп айтады ғой. Мен сізді айтамын, қыздар, әйел адамның мына жерінен шығатын сөзінің қуаты болу керек деп. Сіздің мына жеріңіздегі сөзіңіздің қуаты болған кезде ғана сіздің сөзіңіз күйеуіңіздің мына жеріне жетеді. А когда сіздің өзіңіздің мына жеріңізде пустота, сіз ол жерден не айтсаңыздар да, маған десе, ой, деп күшлеп тұрып поэма айтсаңыздар, ол күйеуіңізге жетпейді. А сөздің қуаты деген ол не? Ол мына жердегі достоинство, я деген нәрсеші. Өзіңнің здоровая я. Жігіт сараңдық танытады, сонда да жақсы көрем дейді, ол рас па дейді. Онда еркекпен болашақ бар ма дейді. Қыздар, пожалуйста, снимите свои розовые очки. Сараң жігіт жақсы көрем. Ісі сараң, сөзі жақсы көрем. Сіз сонда жігіттің сөзіне сенесіз ба? Сіз вообще неше жастағы қызсыз? Вы себя где нашли, қыздар? Жоқ ондай еркекпен болашақ. Ол сізге үйленбейді де. Вообще даже не надейтесь, өз-өзіңізді алдамай қойыңызшы. Жақсы көретін жігіт сараң болмайды. Жақсы көретін жігіт жақсы көрем деп аузымен айтпастан бұрын сөзімен дәлелдейді. И ондай еркекте болашақ, мынандай сараң еркекте болашақ жоқ. Ана бір даже бір шейхтың бір несі бар ғой, бір ютубтан деймін ғой, ой, бір уағыз көргем, сонда айтады ғой, жұмот еркекке ешқашан тұрмысқа шықпаңдар дейді. Жұмот еркекке даже қыздарыңды бермеңдер дейді. Ең қауіпті адам ол жұмот адам дейді. Жұмот адам деген ол қолы да сараң, сөзі де сараң, көңілі де сараң, ниеті тар деген сөз ғой. Ол сараң деген ол тар деген сөз, пейілі тар деген сөз. Ертең сіз содан 5 бала табасыз, бірақ соның ниетінің тарлығынан сол 5 балаңызды времянкада или там бір 2 бөлмелі ипотеканың квартирасында или біреудің босағасында өткізесіз да. Ол сізге сыйлық сыйламайтын болады, ол сізді тойдырмайтын болады, ол сізді қаққып киіндірмейтін болады. Короче, содан тиын сұрап, жаңағыдай, ананша бер, мынанша бер, 5 тиын бер, 10 тиын бер деп
жексұрын болып өтесіз да. Ең соңында сіздің қыздарыңыз үйінде жоқтықта өскеннен кейін олар не істейді, сол бір бес тиын үшін өз-өздерін алданып қалуы мүмкін, понимаете? Сол үшін қолынан ақша табу келетін, и при этом ақшаны өзі үшін немесе семьясы үшін табатын, сараң емес, қол ашық, жомарт дейді ғой, пейілі кең жігіт іздемейсіз бе? Неге сіз өзіңізді осындай жұмыртқа лайықты көріп тұрсыз? Неге соның жақсы көремін деген сөзіне сеніп тұрсыз, ісіне емес? Бұл сізді бақытты әйел деп білемін. Бұл анықтамаға көп нәрсе кірілген. Жақсы, рахмет, Алла разы болсын жаным. Сол сіздің маған сыйлаған сыйлық сабақтарыңыз өте керемет. Неше күннен бері көріп жүрмін. Рахмет. Последнее время бесит очень муж, не прилагает по дому с детьми, просто нервирует меня он, дейді. А почему для вас такой муж норма? Почему? Значит, не помогает, значит, вы себя не цените, значит, вы себя считаете достойной такого безответственного мужчину. Қызғаншақтық неуверенностьтан ба или басқа нәрсе? Қызғаншақтық қыздар из-за неуверенности, из-за травмы, может быть. Это может быть какое-то отклонение психическое. Там всего көп нәрсе. Но я не скажу, что это норма. Вообще, если честно, еркектің әйелдің нервысына тиіп қызғана беру, ол норма емес. Когда еркек әйелдің жүйке жүйесінде әткеншек ойнайды, қыздар, я? Когда мужчина просто әйелді нервирует по пустякам, я? Тамағың андай, жинаған үйің мындай, туған балаң мындай, или там сен шешең андай, сенің түрің мындай деп манипуляция жасап, вечно недовольный болып, көрінген нәрседен қызғанып, жүрмеген еркекпен жүрдің деп, істемеген нәрсені істедің деп нервыңызды тоздырады. То есть сіздің жүйке жүйеңізді егер адам не бережет, понимаете? То есть он что делает? Он өзі картигенде вся нервно больная әйелді өзіне жасап алады да. То есть он для своего будущего делает бессознательно такую жену, он дурак, потому что, понимаете, біріншіден, екіншіден, ол сондай нервысы тозған әйелді балаларының анасы, то есть өзінің балаларының анасының нервысын тоздыру арқылы, ол ана бала шағасына қандай әйел тәрбие беріп жатқан ойламайды да. Вообще такие мужчины, которые әйелдің жүйке жүйесін тоздыратын еркектер, олар есеймеген еркектер, олар еще мальчики қыздар. Они еще не мужчины. Өзі стадиялар бар, өзі еркектің становиться ететін. Мужчина, юноша, мальчик, отец деген, я? Вот они еще не мужчины. Это такие мальчики. Әлі шешесінің етегінен шықпаған, әлі өзінің ойбай мен отағасымын ғой, ойбай мен әкемін ғой деген осознанность келмеген да. Понимаете, ол үйленді, бірақ не үшін үйленгенін білмейді, не үшін бала тудырып жатқанын білмейді, не үшін бала жасап жатқанын білмейді, ар жағында оның жауапкершілік екенін білмейді. Әйтеуір там әке-шешесі үйленді, там немесе там білмеймін. Короче, не үшін үйленгенін өзі білмейді, жаңа не үшін баланы тудырып жатқанын білмейді. И не үшін сол әйелінің қанын іше беретінін де білмейді да. Енді сондай еркектермен тұрып, соларға шыдап жүрген әйелдерге айтатыным, значит, для вас вот это норма, значит, сіздің балалық шағыңызда осындай небезопасный өмір норма болғанда, или әкеңіз сондай болды ма, или білмеймін, шешеңіз нервная шизофреничка болды ма, психопатка болды ма, білмеймін, қайдан келді сізге бұл норма? Почему вы выбрали такого мужчину? Почему вы выбрали терпеть осындай еркекті? Для чего-то же вы выбрали бессознательно. Или сондай қызғаншақ болған сізге ұнай ма? Ойбай, мынау мені жақсы көреді деп ойлайсыз ба? Или сол қызғанған кезде өзіңізді жаңағыдай өзіңізді бір бағалы сезінесіз бе? Признание аласыз ба сол арқылы? Понимаете, вот это вот не норма, когда вы терпите осындай нервыны тоздыратын, сіздің денсаулығыңызды құртатын, сізді әйел ретінде сыйламайтын, сіздің бала шағаңыздың алдында ответственность жоқ, баланы тудырып алып, өзі қалай болса қаңғып жүретін еркекке шыдау, это не норма. Так, қалай энергетика көтеруге болады? Энергияның қайда кетіп жатқанын білу керек. Раньше вы с Радой Бектаева работали? Нет, қыздар, я вообще ее даже не знаю. Менің подругам Раиля деген кісі болған. Она и сейчас подруга, просто мы сейчас не работаем вместе. Ол отдельно принимает, я отдельно принимаю. Так. Не деген білімді жансыз. Рахмет, қыздар, альхамдулилля. Сізді мақтауға сөзім жетпегенде реакция жіберіп отырмын. Рахмет, қыздар.
Альхамдулиллах. Барлық мақтау Аллаға тән. Мен де мақтауға лайықпын. Алдында айттым ғой, қыздар, неде сторизде айттым ғой, оказывается, барлық мақтау Аллаға тән деген сөздің мағынасы вообще күшті екен ғой, біз ойлағандай емес екен. Біз бүйтіп ойлаймыз ғой, ойбай, мен мақтамаңдар, барлық мақтау тек Аллаға тән деген сөз. Жоқ, қыздар. То есть адамның мақтайтын да ісі, мақтамайтын да ісі болады екен де, ал бірақ Алла тағала барлық жақтан мақтау екен. То есть барлық мақтау, то есть целиком мақтау ол Аллаға тән екен де. То есть вообще кемшілік жоқ екен де Алланың. Ал адам анда-санда мақтауға лайық, анда-санда даттауға лайық екен. Прикиньте. Так. Не істеуге болады тревожностьтан қалай құтылса? Қыздар, терапия аласыздар, терапия. Сіздің мақтау. Так, рахмет, қыздар. Кеш жарық, Санира ханым. Жақсы, аманмын, рахмет. Так. Ажырасайын деп жолдасынан кетіп қалдым, бірақ әлі де күйеуімді қимаймын, бірақ 2 аптадан бері балаларын біліп бір звондаған жоқ. Это у вас созависимость. Когда муж вас не любит, муж безответственный, и вы от него зависимый. Это созависимость, понимаете? То есть это вот низкая самооценка, конечно, это синдром спасателя, синдром жертвы. Жертва, которая всегда бессознательно хочет быть при тиране. То есть сізге ана тиран керек болып тұр да, потому что сіз спокойно өмір сүрамайсыз, для вас это непривычно. Вам все время надо с кем-то ругаться, вот эта драма, качель, жаңағыдай, ойбай, ұрсу, қырылысу, жек көру, қайтадан татуласу, сосын 2 аптадан кейін қайтадан ұрысып қалу деген, сол сізге норма. Вы спокойно не умеете жить. А вы понимаете, сіздер сондай өмір сүріп жатқан кезде, сіздердің балаларыңыз да сондай өмірді норма көре бастайды. То есть олардың миында сондай норма қалыптасып бастайды. Яғни кейін олар өмірлерінде қандай спокойный әйелге үйленсе де или қандай спокойный еркекке үйленсе де, они бессознательно будут их спровоцировать на вот такую ссору. То есть для них отношенияның нормасы осы. Ажырасу, қырылысу, артынан қайтадан барып қосылу. Вы понимаете, что вы пока вот в этих качелях, сіздің балаларыңыз өсіп жатыр. Сіздер қазір мына әлі мына күйеумен любит не любиттің несінде деңгейінде жүрген кезде мына бала шағаға сіздердің вниманияларыңыз, сіздердің әкелік, аналық, махаббат тәрбиелеріңіз жетіп жатқан жоқ. Вы про них почему не думаете? Ол күйеуге нафиг не надо екен да, 2 бала, байғұс, неше бала өзі сізде, иә? Енді хотя бы сіз ақылды болсаңызшы, сіз балаларыңызға көңіл бөлсеңіз, неге керек сізге сондай күйеу? Ашумен 3 баламен кетіп қалдым, күйеуім анама сөйледім деп, анасы қызына бәрін айтады, енді балаларын іздеп хабарласпайды, не істейді? Вот то же самое. Неге арасында даусыңыз өзгеріп кете береді? Білмеймін, қыздар, даже не знаю. Күйеуім мамасынан қатты қорқады, біз енемізбен бірге тұрамыз, бірақ балаларды қалдырып қыдырып келеді десем, балалар қайда қалады дейді. Это вот маменькин сыночки. Осы мен соңғы рилстарда не айтып жатырмын? Что еркек, нағыз еркек, ол шешесімен қарым-қатынастағы, әке-шешесімен қарым-қатынастағы шекараны бөлек жасайды, өзінің отбасындағы әйелімен, баласымен шекараны бөлек жасайды. Вот когда көбінесе осы әке-шешемен тұрған кезде, ата-енемен тұрған кезде, жаңағы ер мен әйел әлі өзіне жауапкершілік алмайды, өстіп жүреді де, мамам не дейді, папам не дейді, анау не дейді, мынау не дейді. Сіздерде толыққанды отбасы жоқ. Сіздердің мына балаларыңызда, кәдімгі мама, папаға деген кірша жоқ та. Понимаете? Потому что мына мама, папа деген кірша өздеріне сенбейді, олар әке-шешесіне сеніп алғанда. Енеміз билейді, сұранып, ақталып шаршадым. Сұранбаңыз, ақталмаңыз. Бәріне жылай беремін. Сұрақ қандай? Шешімі бар ма дейді. Конечно, есею, просто есею. Просто өміріңізге жауапкершілік алу, и все. Когда сіз есейесіз, сіздің айналаңыздағы адамдар или өзгереді, или сіз ол ортадан кетесіз де нормальный адамдармен общаться етіп бастайсыз. Тура күйеуім не в тему тиісіп, кекетіп мұқат отырды, и это любовь его типа любяжа дейді. Нет, это не любовь. Это травма его. Мама с детства заставляла сидеть с младшими, их 3, я рано стала мамой. Сейчас меня нервирует. Я за своим ребенком не хочу сидеть. Жанна, вам нужна терапия. Когда вот мама заставляет старшего ребенка сидеть с младшими детьми, у этого человека, у этого ребенка, да, старшего, появляется уже роль спасателя. То есть она не будет жить своей жизнью потом. Потому что она всегда будет думать, мне кого-то надо спасать.
мне кого-то надо сделать человеком, мне за кем-то надо нянчиться. Она бессознательно будет выбирать такого безответственного мужа. Потому что она же за братишками, за сестренками нянчилась, и у нее вот эта привычка, да, за кем-то следить, кого-то исправлять, за кем-то, там, білмеймін, кого-то за кем-то подтирать, тем более. То есть біреудің көтенін сүртіп, біреудің былықтырғанын сүртіп жүру. Она будет думать, что если я буду бесполезная, то я не нужна. То есть спасать этіп жүреді постоянно, она будет там пытаться кого-то спасать. И потом у нее не будет желания, вот жаңа айтып жатсыз ғой, за своим ребенком не хочу сидеть. Потому что ребенок деген кезде, бала деген кезде у вас миыңыз айтады да, это скука, это, короче, немене дейді андай, давка, давление, это меня заставляли. И бала деген кезде сіздің миыңыз мына өзіңіздің балаларыңызды емес, сол кездегі ана кішкентай балаларды вспоминает, и у вас отвращение. Потом с этим параллельно поднимается обида на родителей. Вот это все у вас сейчас будет пожирать энергию вашу. Отбасын барынша сақтау керек деп жатады ғой шариғат бойынша, тем более күйеуім ажырасу проблемадан қашу емес дейді. Күйеумен ажырасу проблемадан қашу, конечно, но бірақ если сіз тараптан барлық нәрсе істеліп жатыр, сіз терапияға бардыңыз, есейдіңіз, былай да сүйредіңіз, бірақ сол күйеу ішкенге ішіп, қашқан күйі қашып, біткен күйі бүйтіп, сөйткен күйі сөйтіп, шегіп, даже өзгеруге тырыспайтын болса, ондай жерден қыздар бала шағаны әкету керек, потому что дети должны расти в нормальной среде, понимаете? Понимаете, вы, девочки? То есть мына жерде шариғат деп өтірік айтпай қойыңыздар, көп әйелдер просто жауапкершіліктен қашады. Просто өстіп, жаңа качеля болып жүре бергісі келеді, потому что они сами боятся заглянуть правде в глаза. Если шынымен де шариғатпен өмір сүргіш болсаңыздар, неге терапия алмайсыздар? Неге проблеманы шешуге тырыспайсыздар? Неге күйеулеріңізге айтпайсыздар? Давай, или мы, или сенің ана проблемаң. Неге сенде жауапкершілік бар ғой? Шариғат бойынша нағыз шариғаттағы отбасы болса, онда ажырасуға болмайды. Ал нағыз шариғаттағы отбасы деген қайындай? Ол когда еркек өзінің исламдағы міндетін айтады, әйел өзінің исламдағы ақысын біледі. А бізде қазір наоборот, еркектер өздерінің исламдағы міндет, ақыларын айтады да, әйелдер міндеттерін айтады да, мен еркектер разы қылуым керек, анау айтады, сен мені разы қылуың керек дейді да. В итоге әйел бақытсыз болғаннан кейін ұрпақшы, мына пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмбеті, мына мұсылмандар, тәрбиеленіп жатқан болашақ мұсылмандар, олар бақытсыз, олар нервный, олар қорқақ, олар жаңағы әкелер ішеді, төсекке жіберіп қояды әлі күнге дейін ұлдар, мысалшы, қанша әйелдер келіп жатыр, күйеуім алқаш депші, и балалар содан страдать етіп жатыр. ЗПР жаңағы, тілі кеш шығу, аутизм, осының барлығы сол семьядағы проблемалардың последствиясы негізші, когда женщина нервная, когда она вся больная психологически, уже как психически она расстроенная личность, понимаете? Сол үшін амал етіңіздер. Если сіз амал етіп жатсыз, бірақ күйеу бәрібір де былай қарай кете беретін болса, онда только есть один выход. Просто надо с этим человеком разойтись. Ради блага ваших детей. Мен осыдан 1 жыл бұрын ба, 2 жыл бұрын ба, маған терапияға 70 жастағы не келді, апа келді. 70 жастағы кәрі апа келді ше. Қолы бәрі былай қисайып қалған, бүйтіп қатып қалған ше. Түкірігін жұта алмай отыр, кәдімгі стақанға түкіріп отыр да, терапия біткенше. Қызы алып келген ғой. Сөйтсем, ол кісі айтады, мен кішкентай кезімнен әке шешем ішті дейді. Қонақтар келеді, мен олардың төсегін сап жүремін дейді. Әке шешем мас болып домалап жатады дейді. И до того, ішу деген норма болғандықтан, мен дейді ішетін еркекке күйеуге шықтым. Ішкенде ана күйеуім ішкен кезде дейді, біз енем, бала шағам бәріміз, 3 балам бәріміз тығылып мал қораға тығылып қашып жүретінбіз одан дейді. И менің кішкентай ұлым 3 жастағы сол кезде маған айтты дейді. Мен де өскенде әкем сияқты ішем деп айтты. Мен ақмақ басым, сол кезде ішуге болмайды деп ол балаға айтпаппын дейді. Енді мен жасым 70-те дейді. Енді өмір бойы мен 2 ұлым өскенде солардың ішкенінен көрдім қорлықты дейді. Біреу 40-та, біреу 50-де, әлі күнге екеуі ішеді дейді. Шалым әлі сол дейді. Тиран дейді. Менде денсаулығы жоқ, мен өмірімде ештеңе көрген жоқпын, ешқандай бақыт көрген жоқпын дейді. Сонымен жаңа терапиядан шыққан кезде қыз алып келген ғой, қызы жазып жатыр да, представляете, терапиядан шыққаннан кейін апамыз музыка қосыңдаршы деп айтты дейді, андай прям күшті көңілмен шықты дейді. Бірақ содан ол кісі больницаға барады, операция болады, әйтеді, сол кісі 1-2 аптадан кейін қайтыс болып кетті ше. Понимаете, вот можно же было вот это все предотвратить, я?
бір айтады ғой, Құрманғазы да сабағында күшті айтады да, бұл дүниеде жүрегі жұмақ болмаған адам дейді, ана дүниенің жұмағына кірмейді дейді. Понимаете, когда сіз мына жақта күйеуіңізге ренжулі, балаларыңыз ішіп жатыр, ішіңіз толған обида, понимаете, ішіңіз, жан дүниеңіз уже тозақта, сонымен надо что-то делать. И оны терпеть етіп, сіз осы жақта оны ештеңе істемей, ой, тупо терпеть етіп, өзіңізбен жұмыс жасамай, өзіңізге ақша қимай жүре бергеннен, ертең ана дүниеге барған кезде сізді жұмаққа ешкім кіргізіп жібермейді. Потому что бұл дүниеде әрекет болу керек. Если что-то неправильно, это надо исправлять. А когда не исправляете, тупо говорите, ой, мен терпеть етемін, мен сабырлымын. Ладно, сіз сабырлысыз, сіздің бала шағаңыз ше, олардың психикасы не болып жатыр, олардың тәрбиесі не болып жатыр. Это просто безответственность. Хотеть быть богатой норма, я хочу быть богатой, хочу позволять себе все. Конечно, норма. Ненормально, если человек не хочет быть богатым. Ненормально, если человек хочет быть бедным, потому что есть заказанная пирамида Маслоу, я қыздар. Здесь есть базовые потребности. То есть сіздің үйіңіз, ішетін тамағыңыз, элементарно вот это телефон, сейчас базовая потребность. Вот это пока все не наполнится, бәрін алмайынша, вот это вершина, духовное богатство сізде болмайды. Түсінікті ме, қыздар? Поэтому надо быть богатой. Почему надо быть богатой? Потому что богатство это, знаете, как инструмент. Это инструмент, это как мы, то есть богатство это не то, к чему мы стремимся. Богатство это должно быть нашим инструментом, чтобы мы развивали свою душу. А как это развивать свою душу? Мысалы, сіз шетелге барып білім алғыңыз келеді, иә? И сіз не істейсіз? Сол байлықты солған инструмент ретінде қолданасыз. Сіз мысалы ештеңеге алаңдамай, просто отбасыңызбен қыдырып, шетелге шығып, Алланың нығметтерін көргіңіз келе ме? Бірақ сізде ақша жоқ, иә? Значит, байлық керек, иә? Потом байлық деген ол бір, как бы сказать вам? Вот, например, вот недавно я выставляла шубы, я бір магазинге барып, шубаларды көрсетіп, я сол кезде мен не деп айттым? Шуба это наша прислуга, то есть дүние ол біздің құлымыз. Біздің жанымыздың комфортно развиваться ету үшін, білім алу үшін, даму үшін, өзге адамдарға пайдалы болуы үшін, вот это все материальное, это просто инструмент, это прислуга. То есть біз дүниенің емес, дүние біздің құлымыз. Олар біздің жан дүниеміздің совершенствоваться етуіне, развитиесіне служить ететін нәрсе. Түсінікті ме, қыздар? А когда вы говорите, ой, богатство, я хочу быть богатой, я не могу это постичь, значит, сіз өзіңізді сол дүниеден төмен қойып тұрсыз да. А хотя Алла тағала адамның жанын бүкіл әлемнен, бүкіл дүниеден жоғары қойған когда-то. Понимаете? То есть вот это материальное, оно ниже, душа выше. Вот, то есть мына дүние деген ол артынан қуатын нәрсе емес, просто надо себе позволить и пользоваться. А когда ты говоришь, я не разрешаю себе быть богатой, я боюсь быть богатой, получается, дүние выше тебя стоит. Это ненормально. Бір терапия 90 минут жетеді, 90 минут былайынан жетеді, жетпей қалған ешкім болған жоқ. Мен қанша жыл бойы терапия жүргізіп келе жатырмын. Офлайн 60 мың, онлайн 50 мың теңге. Күйеуім менің жанымды алмайды, не істесем болады? Түсінбедім, менің жанымды алмайды деген не ол? Крыша болуға мүмкіндік бермейді ғой, вот. Қыздар, өтеп жертва болмаңыздар, біреуді кінәлап. Это вы сами, вам самим удобно так. Это ваша вторичная выгода. Өздеріңіз крыша болып ответственность алуға қорқасыздар. Боитесь быть плохой, боитесь говорить нет, боитесь ставить свои границы. Еркекте мақсат болмаса, значит, он вас не любит. Негізі, еркек, егер әйелді жақсы көрсе, ол жақсы көретін для любимой женщины мужчина будет делать все. А неге ол әйелді жақсы көрмейді? Потому что женщина себя не любит. Әйелдің өзінің мақсаты жоқ, значит. Вообще, знаете, қыздар, когда женщина себя любит, когда женщина себя любит, она тупо просто живет ради своей цели. И ол күйеуін айтады, или ты будешь мне помогать добиваться своей цели, или я без тебя как-нибудь сама дейді да. И вот это есть здоровое я. Когда сен өзіңді выбираешь. Көп адамдар айтады, это эгоизм. Нет, это не эгоизм, это здоровый эгоизм. А нездоровый эгоизм, когда вот так вот, когда ты себя не любишь и просишь, чтобы тебя кто-то любил. Понимаете? То есть сен өзіңді жақсы көрмейсің, и при этом заставляешь кого-то тебя любить. Такая күйеуіңе бүйтіп айтасың, сен мені жақсы көрмейсің, сен мені сыйламайсың, сен бүйтпейсің, сен сөйтпейсің. Понимаете, когда женщина
любит сама себя, она не будет осылай біреуді артынан умолять етіп, жылап, она себя ценит. И еркек, достойный еркек болса, сол нәрсені бағалайтын еркек болса, он начнет за ней тоже расти, подниматься. Так, қыздар, я сохраню, только ютубта сақтаймын мен. Осы эфир мен үшін арналып жатқандай, рахмет сізге. Менің үйде үлкенімін, сол үшін де сондай күйеуі жолыққандай. Я, көп қыздардың барар жері жоқ, сондықтан да. Вот поэтому надо быть богатой, девочки. Вот поэтому надо быть богатой. Тоже бір причинасы, да? Когда женщина, вот қызды не үшін баршылықта өсіру керек, қызды не үшін тоқшылықта өсіру керек? Потому что қолында ақшасы бар, әке шешесі оның жағдайын жасап берген. Қыз өстіп просто ақшасы жоқтықтан ғана терпет етіп, біреудің құлы болып отырмайды. Несчастная болып жылап, денсаулығын құртпайды. Сол үшін қызға барынша байлық мышленияны үйрету керек. Яғни көргенді жердің қызын ал деп айтады. Қызды жоқшылық құртады, ұлды тоқшылық құртады дейді. Сол үшін қызды тоқшылықта өсіру керек, қыздар. Қызға жоқ деп айта бермей, өлсеңіздер де, тірілсеңіздер де қыз балаға обеспечить етіңіздер. Қыз балаға тауып беріңіздер. Қыз баланың жағдайын жасаңыздар. Қыз бала уважение, любовь, забота дегенді өзінің семьясына норма ретінде алу керек та. А когда сіздер өздеріңіздің үйдеріңізде қыздарыңызды кінәбет етіп, әй қыз бар, ыдыс жу, пол жу, не қылып жатсың, сен андайсың, сен мындайсың дей бересіздер. Сіздер уже оның жүйке жүйесін тоздырған күйі соны сөйтіп күйге бересіздер да. Естественно, сондай қылып алған еркек оны ары қарай бағаламайды. Сен әке шешең сыйлаған жоқ, өйтіп мен неге сыйлауым керек деп ойлайды да. И вообще өзін үйінде әке шешесі бағалап, сыйлап өсірген қыз бала ертең жігітті таңдаған кезде тура әке шешесі оған не істеді, ол сондай жігітті таңдайды да. Понимаете? То есть менің әкешем менің чекемнен шертпеген, менің әкешем мен сыйлаған. То есть она будет выбирать. Өтірік айтпай ақ қойыншы, қыздар, менің үлкен қызым бар, вот она общается с парнями, вот ол маған айтады: мама, ана жігіт андай, мына жігіт мынандай. Мен даже білем да, айтып отырмын. Анау нарцисс, самовлюбленный. Айтам, танысып көр деймін. Мен запрет жасамаймын, қыздар, потому что я считаю, что у нее она должна уметь различать людей. Сен үйде қызды тығып отырсың, ешкіммен араластырмайсың, сосын аласың да бір күні бассап біреуге апарып бере саласың. Менде сондай случай болған практикамда келгенше, жаңағыдай әкем мынаған үйлен деп айтты, оған үйлендім, в итоге ол намаз оқып жүрсе де наркоман екен деген сияқты. И мен сонымен бір баламен қашып құтылдым дейді да. Сондай болмас үшін қыз баланы бейімдеу керек, адамдармен араласу керек. Сосын жаңағы әйел үшін үйдің іші түрме деп едім, оны вообще қырылып жатыр ана жақта. Әйелдер жазып жатыр: мен сыртқа шыққан жақсы көрмеймін, мен үйде бақыттымын. Қыздар, мәселе ол жерде емес, мәселе социумда өзін ұстай білу, қоғамға араласа білу, қоғамға бейім болуда. Адам тани білуде, адамдармен араласа білуде. Когда сен үйде есіңді жауып отырсың, ты не развиваешься, это знаете как будто сен машинаны білесің да, мынау педаль, мынау тормоз, мынау газ, мынау тағы бір деме, в общем, мынау сцепление, мынау аварийка білесің да, оны бәріміз білеміз, но вот сен сол машинамен көшеге шыққан кезде сен авария жасайсың да. Вот үйден шықпайтын, ешкіммен араласпайтын адамдар сол сияқты да. Ойбай, үйде отырған кезде керемет та, олардан керемет адам жоқ. Адамның сыртынан сөйлегенде керемет. Бірақ қонаққа барған кезде, бір обществоға барған кезде олар адамдармен араласа алмайды. Боқтасып қалады, тресіп қалады, сөйлесе алмайды, ренжіп қалады. Поэтому ондай болмас үшін бала әлемге ашық болу керек. Әйел де әлемге ашық болу керек. Адамдармен сөйлесу керек, танысу керек, араласу керек, зерттеу керек адамды, понимаете, қыздар? Адаммен сыналады. Үйде отыра беріп мен тақуа боламын деп ойламаңыздар. Сіздердің шынайы тақуа екендеріңіз, шынымен де адамдармен қарым-қатынаста қандайсыздар, ішкі бейнелеріңіздің қандай екені сіздердің адамдармен араласқан кездеріңізде көрінеді. Үйде отырып бәрі керемет ше. Үйде отырғанда бәрі керемет қой. Вот когда сыртқа шығып бір қиыншылық болсыншы, анау біреудің машинесін біреу соғып кетсінші, вот сол кезде бет-бейнелері шығады да. Или очередьке талас қалған кезде көрінеді да әйелдердің шынайы бет-бейнелері. Анау былтыр алдыңғы жылма бір неге бардым? Мен соңға бардым да, по-моему. Алдымда тұр, екі әп-әдемі келіншек тұрған, бір уақытта екеуі бірдемеге таласты да кетті. Ауыздарынан ақ ит кірпік шыққан кезде ужас дедім ғой. И вот такие женщины воспитывают детей. Бір какой-то бір екеу бірмен бір қатар тұр да.
бір очередке таласып тұр. Сондағысы ана жерде обслуживать етіп тез да, бір 5 минут ары кетсе бір 5 минуттың несі соған таласып тұр да. Адамның денесіне қараптан-қарап неге жара шығады? Это говорит о том, что у вас нарушены границы. Вообще тері деген нәрсе ол не про границы с внешним миром. Сіз, наверное, границаңызды қорғай алмайсыз, жоқ деп айта алмайсыз. Ұнамайтын адамдармен араласасыз. Өзіңізге ұнамайтын обществода жүрсіз. Соны сіздің теріңіз көрсетіп жатыр да. Бұрынғы күйеуімді кешірдім, енді ол балама келгенде дым болмағандай сөйлесе алмаймын. Сөйлеспей қойыңыз, вы не обязаны. Сізден терапия алғым келеді, өз-өзімнен былай проблемам жоқ сияқты, не деп запросым түсіндіремін білмеймін дейді. Негізі мынандай мак-карталар бар ғой, сонымен ақта тауып алуға болады адамның проблемасын ішінде. Дұрыс емес установкасын. Сонда қызды ырпыңдатып қою керек па? Вот қараңызшы, вот у вас какие-то ограниченные түсініктеріңіз сондай шектеулі. Неге қыздар солай? Просто қыз барып біреумен сөйлесе, ол ырпыңдау ма сонда? Сонда или қызды ырпыңдатып қою керек, или қызды қамап қою керек па сонда? Я говорю про то, что қыз баланың араласатын ортасы болу керек, араласу керек, адам тану керек, қызды шектей беруге болмайды, үйге қамап қойып отырғызуға болмайды қыздар. Естіп Батыржан, естіп? Бізде керісінше ғой, қыздарға сен выход табасың ғой деп ұлының жағдайын көп жасайды. Дұрыс емес ол. Өз балаларынан шаршау норма ма? Норма. Балам тұр. Конечно, адам болғанның бәрі шаршайды, мен де шаршаймын. Бұйым каша қандай запроспен барарын білмеймін дейді. Келесі сөйлеп отырасыз, мен табам. Немен жұмыс жасау керек екен. Так, қыздарики. Осы кісі логично, рахмет. Мак-карта өзім сатып алып пайдалануға бола ма? Қыздар, осы мак-картаны үйрену үшін мен арнайы ақша төлеп 1 ай бойы оқыдым. Арт-терапевт сертифицированный. Мак-картаны кез келген адам расшифровать ете алмайды. Понимаете? Оны сіз өзіңіз самостоятельно расшифровать ету үшін оған опыт керек, аналитика керек. Все, аниме. Маған өзіңіздің ақылыңыз айтыңызшы, көңілім қатып қалды, ата-ене жолдасымнан не істесем болды. Қыздар, мен бұлай ақыл айтпаймын эфирде ешкімге. Терапияға жазылыңыз, адам сияқты ақыңызды төлеңіз, менің 1,5 сағатым сатып алыңыз. И все, мен сізбен спокойно отырып 1,5 сағат сөйлесемін. Мен Алматы қаласынамын, можно онлайн, офлайн, басқа қалаларда болсаңыздар онлайн можно. Терапия алсаңыздар барлық мәселеге шешім табасыздар, қыздар. Рахмет. Так, ладно, қыздарики, давайте я закругляюсь. Бір әйелді күйеуі өлтіремін деп угрожать тұр, ана әйелді ешкім қорғай алмай жатыр, даже сотта қалай құтылса болады, нерв болған күйеуінен дейді. Қыздар, қазір анау не молчи KZ деген неше түрлі фондтар барша, соларға хабарласын, телевидение шақырсын, шулату керек та. Ондай нәрседен әйел жалғыз өзі қорғануға болмайды. Кәдімгідей доказательства жинасын, шулатсын, телеканал шақырсын. В общем, надо доказательства собирать. Әйелдер мен еркекті тең санау дұрыс па? Тең, оны кім Құрманға ұстаз айтқан, әйел мен еркек негізі тең. Бірақ еркек жоғары тек жауапкершілік жақтан деген. Түсінесіздер ме? То есть еркекте жауапкершілік әйелге қарағанда көп. Сол жақтан ол жоғары. Атак екеуі тең негізі. Қыздар, оқығаным да бар, тәжірибем де бар, альхамдулилля. 4 жас 2 балаларым бір-бірімен қырылыса береді, уже келесін түгіміне келмейді. Ерім шыдамайды сияқты оставлюсь, екеуін жақсы еп тәрбиелеймін. Если не справляетесь, запишитесь на терапию. Жігітім 15 жас үлкен, это норма дейді. Қыздар, енді я же не знаю. В принципе, это норма. Но какой ол жігіт, не үшін ол сізбен жүр, шынымен де оның ниеті дұрыс па? Ол неғып осы уақытқа дейін үйленбей жүр, оның бұрын отношениясы болған ба, какие у него были отношения, какие у вас отношения, я же не знаю. А так, онда тұрған ештеме жоқ, 15 жас үлкен болуы.
Но я бы вам посоветовала хотя бы бір рет болсын психологқа барып, өзіңіздің установкаларыңыз болса, немесе бір сценарийіңіз болса, иә, жаңағы треугольникте жүрген болсаңыз, соны выявлять етіп алуды. Так. Давайте, қыздарики, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.